Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз Түн КЗ подкаст студиясында Бетбұрыс сараптамалық подкастына қош келдіңіздер. Мұхтарға, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы, жаман емес. Бүгінгі біздің тақырып қандай болады, Мұхтарға? Бүгінгі тақырып тағы да мен жерге арнайын, өйткені осы өткен аптада Ақмола облысы Целиноград ауданы Оразақ деген ауылға барып келдім. Тағы да жергілікті халық жерсіз әбден қиналып қалды. Жұмыс жоқ. Жастар түнде 3-те, түнде сағат 4-те шығады да қалаға жұмысқа. Сосын кешке қарай қайтып келеді. Ол обал деп ойлаймын. Ал бұның себебі тағы да жергілікті ірі фирмалар алып қойған екен. Бұл жерде айту керек, Оразақ деген ауыл ол жай ауыл емес. Бұрын ол өте бай ауыл болатындығын. Қазір енді бұлай ауылды аралап шықтық. Мына бомбежка бар ғой, Мариупольдің бомбежка секілді. Әбден енді мына латифундистер деймін да, әбден бычыт қылды да бұл ауылдан. Фермалар, үйлер, кәдімгі бомбежкадан қалғандай тұр, обал. Бұлай сұрастырдым енді, жергілікті халық та өздері айтты. Мына жергілікті ірі фирманың иелері мына Бошко отбасы екен. Сонда мен кеше ол туралы пост жаздым. Бұғалай енді онда сот арқылы, заң арқылы жергілікті халық түкті істей алмайды. Олай болу керек пе сонда, қалай онда? Әрі қарай не болады сонда? Ауыл не болады? Ол тек қана осы ауыл емес қой, жалпы қазақстандық проблема. Сондықтан қазір осы Максим Бошко маған шықты енді Фейсбукта ашық түрде. Келесі сенбіде сол ауылға барамыз бәрібір. Бір саяси шешім қабылдау керек. Президент бұл жерде саяси шешім қабылдау керек. Мына ірі фермерлердің жағдайы мәз болуы мүмкін. Олар көп миллиардтап субсидия алуы мүмкін. Бірақ жергілікті халық қиналып қалды ғой. Жұмыссыз қалды. Жұмыссыз, бәрі жерсіз қалды, ең маңыздысы. Әрі қарай қарасақ, карьер, заңсыз карьер тұр. Ол негізі жайылымдар. Жерсіз, ешқандай рұқсатсыз құмды алып кетіп жатыр екен қалаға. Сонда жергілікті халық әлбетте малды да асырай алмайды, жай алмайды. Не деген сұмдық ол? Сол үшін мен бірінші вице-премьер Скляр жолы 1-2-3 аптадай бұрын комиссия құрамыз деп айтты, құрдық деп айтты. Ал қайда сол комиссия енді? Қайда сол комиссияның жұмысы? Мен сезіп тұрған жоқпын. Сосын бұлай менің үлкен күмәнім бар. Осы үкімет жер мәселесін шынымен шешеді деп өз басым сенбеймін. Неге десеңіздер, өйткені қаншама уәделерді естіп жүрдік. Бәрі далбаса боп кетті. Мына статистикаға қарасақ, 20-шы жылы осы 3 облыстарда ғана космо цифрлық мониторинг арқылы 4 миллион гектарды біз қайтарып алдық. Мемлекет өзіне қайтарып алды. 8 миллион гектар бос жатқан, пайдаланбай жатқан анықталды. Сонда 21-ші жылы бүкіл Қазақстанда космониторинг қосылды деп айтады мына үкімет. Үкімет, ауыл шаруашылық министрлігі, жер комитеті қостық дейді. Ал ешқандай қосу болған емес. Соның нәтижесінде 16 облысында Қазақстанның 1.300.000 ғана гектар қайтарылды. Сонда 20-шы жылы 4 облыста 4 миллион қайтарылса, онда жай пропорцияны алсақ, 16 облыста 16 миллион гектар қайтару керек еді ғой. Жай пропорция бойынша. А оның орнына 16 миллионның орнына 1.300.000 ғана гектар қайтарылды. Ол не деген жұмыс ол? Ол қайдағы жұмыс ол? Бұл жұмыспен айналысып жүргендер отставкаға кету керек деп есептеймін. Ал енді бүгінгі мына комиссия
бірінші ана премьердің бірінші орынбасары Скляр бастаған комиссия. Қазір ғана президент айтты, бізге дебюрократизация керек деп айтты. Арнайы ана үкімді жарлығын шығарды. Дебюрократизация. Олар тағы да комиссия құрды. Жарайды. Бірақ комиссияның орнына өздері қабылдаған бұйрықтарды неге орындамайды? Ешқандай бұл жерде комиссия қажеті жоқ. Бұл жерде адами фактор қажеті жоқ. Тек қана осы космо және цифрлық мониторингті қосу керек. Болды. Басқа ештеңе қажеті жоқ. Бұлар тағы да адами фактормен жұмыс істейміз деп. Ол Масимовтың, Маминнің тәсілдері. Адами фактор, тағы да комиссия құру, тағы да бірдеме. Ондай жұмыс жүрмейді. Мен соны айтқым келеді. Халықтың жағдай өте мүшкіл. Президент мырза, Тоқаев мырза бұл мәселеге зор назарын аудару керек. Ал менен осындай сұрақ бар. Осы ауыл алыс па? Осы Астанадан Ақмола облысында? Жоға, Астанадан бір 60 шақырым. 60 шақырымда, иә. Ал бұл жерлер Башко отбасына олардікі екенін қайдан білдіңіз? Енді жергілікті халық айтып жатыр ғой. Халық айтып. Сосын Максим Бошко өзі шығып бүгін таңертең пост жазды ғой. Мойындап отыр ғой. Бірақ неге осы 60 қана шақырым? Министр неге бармайды? Әкім қайда? Жақын жер ғой, иә. Жақын жер ғой. 60 шақырым. Мен барам мысалы, иә. Баруға ешқандай кедергі жоқ қой. Неге мына жер комитетінің төрағасы Мұрат Темиржанов неге бармасқа соған? Мысалы, давайте осы сенбіде бәріміз жиналып барайық, жергілікті халықтың үнін естейік, мұң мұқтажын естейік, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Әрекет жасау керек қой енді. Жұмыс пайда болу керек. Астананың жанында 60 шақырымда осындай болып жатса, енді алыстағы ауылдар туралы не айтамыз? Мен тағы сұрақ қоятын, анаудағы Бетбұрыс бағдарламасында сіз айтқансыз, біз цифрлық емес, біз наоборот қағазға көшіп жатырық. Сол мәселе әлі тұр ма? Сол мәселе әлі шешілмей жатыр. Мен айтпақшы спикер, мәжілістің спикері жаңа спикті ғой енді. Қошанов мырзаға үндеу тастайын деп отырмын. Осы декабрьде, желтоқсан айында мәжіліс осындай қағазға көшіретін заңды норманы жер кодексіне енгізген. Мен оған қарсы шықтым. Енді президент цифрландыру туралы өз бұйрығын шығарды. Енді ана норманы қағазға, біз бәрімізді ана қағаз ескірген 20 ғасырдағы технологияға апаратын норманы алып тастау керек емес пе? Болды. Президенттің өзі айтып жатыр ғой, бізге цифрландыру керек. Бүкіл әлем одан кетіп жатса, әлбетте, сонда президент цифрландыру керек деп жарлығын шығарса, депутаттар керісінше қағазға көшіретін нормаларын енгізіп жатса, онда өміріміз не болар? Сондықтан осы спикер, мәжілістің спикері Қошановқа тікелей үндеу тастаймын. 145-1 бапты алып тастау керек жер кодексінің. Ол қылмыс, кәдімгі, ол халыққа қарсы қылмыс. Өйткені сол баптың кесірінен халық жерсіз қала береді. Ол норма, ол бап, ол латифундистерге арналған бап. Латифундистерге ыңғайлы қылып енгізген бап. Бұл норманы алып тастау керек, шұғыл түрде. Бүгінгі таңда мәжілісте цифрландыру туралы заң талқыланып жатыр. Қайдағы цифрландыру заң? Қазір ғана мына бір заң ішінде цифрландыру туралы айтып жатырмыз, ал басқа заңмен керісінше қағаздық технологияны енгізіп отырмыз. Не деген масқара бұл? Президенттің сөзіне қарсы шыққандай болды. Қарсы шығып отырмын. Мұхтардың, Тайжанның сөзіне емес, Тоқаевтың сөзіне қарсы шығып отыр ғой. Оны мен бірмен істеу керек. Одан спикер Қошанов мырза, мені қабылдасаңыз, мен оны көрсетемді, ана отырған депутаттарға беттеріне басам мен сол бапты. Бірмен жасауларыңыз жөн. Бұл жерде Мұхтардың мәселесі емес, Тайжанның мәселесі емес. Бұл жерде миллиондаған халықтың тағдыры жатыр. Міне. Тағы рұқсат болса, Мұхтар аға, бізде Қазақстанда 40 миллион гектардай жер бос,
иә, жайылымдар, иә, жайылымдар. иә. Латифундистерді міне әр ауыл өзін енді кім жерлерін алып біледі, иә. Біледі. Енді неге ешкім айтпайды оны? Өйткені жемқорлық сыбайлас билеп отыр. Оны қазір көрсетіп бәрін айту керек жерлерді сол латифундистерге бұрын беріп қойған кімдер? бұрынғы Тіпті үкімет, иә. депутаттардың ішінде отырған латифундистер бар ғой, өздері. Сондықтан мен сенбеймін. Мына Скляр қазір, ал көрейік, Скляр қазір мына Владимир Бошкоға қарсы шыға ала ма? Ал көрейік қазір, міне, Оразақ ауылы. Ал немесе мына Мұрат Теміржанов, бұрынғы депутат, бүгінгі жер комитетінің төрағасы. Ол депутат болып отырған кезде Бошко вице-спикер болып отырды ғой. Ал көрейік қазір, бірдемені істей ма мына Владимир Бошко мен Максим Бошкоға қарсы? Айтып отырмын ғой, бұл жерде жаңа адамдар келу керек. Президент Тоқаев мырза оны жақсы түсіну керек. Әйтпесе бәрі осылай жемқорлық сыбайласқа батып кеткен. Айтпақшы мына 40 миллион гектарымыз бар, бос жатқан деп отырсың ғой. Я, ол рас, ана Космо цифрлық мониторинг көрсеткен мәлімет қой. Мен ана жолы министр Қарашукеевті қатты сынап жібердім, өйткені олардың айтуынша мақтанып айтады. Енді биыл дейді, біз 5 миллион гектарды қайтарып аламыз дейді. Ол мақтанатын мақсат емес ол, біріншіден. Өйткені бізде 5 миллион емес, 40 миллион бос жатқан жерлеріміз бар, жайылым жерлеріміз бар. Сонда неге біз сонда мынандай темпімен жүретін болсақ, 5 миллион, иә, онда мына 40 миллионды біз 8 жылда ғана қайтарып аламыз. Ондай жұмыс менің ойымша қанағаттырмау керек бізді. Жылдың ішінде бір жарайды 40 миллион болмаса, жартысын қайтарып алайық. Технология тұр ғой. Сонда қазіргі технология бойынша ол көп уақыт алмайды, иә? Әлбетте, ол бәрі көрсетіп тұр ғой. Ана жолы көрсеттік па, жоқ па? Ана айтпақшы, осында дебат болды ғой, Мұрат Теміржановпен. Көрсетіп тұр ғой. Кез келген поляға бассақ, қызыл жанып тұр. Кімнің қолында қазір бұл мәлімет те ашық. 1 қаңтардан бастап. Міне, алыңдар да қайтарыңдар, болды. Сөйлесіңдер. Сонда ол адамдар, латифундистер не үшін алады жерді? Ол алып не істейді? Босқа жататын жер. Оларға білмеймін, атақ үшін ба, білмедім не үшін. Бос жатыр ғой бәрібір. Өзінде пайдаланбайсың. Халыққа қайтарып бермейсің ба? Түсініксіз. Енді осындай жағдай болып жатқаннан кейін тағы бір сұрақ пайда болып жатыр да. Енді осындай біздің үкімет ештеңе істелмесе, біз экономикалық реформаға жетеміз ба? Экономикалық реформаны күту керек. Сұрақ, бауырым, өте орынды сұрақ қойып отырсың ғой. Экономикалық реформа біріншіден сіздерге керек, жастарға керек. Мен мысалы 48-демін қазір, иә. Құдайға шүкір, жұмыс атқардым, бірақ қазір реформа сіздердің буындарыңызға қажет болып тұр. Ал мына бетімен қандай реформа болады? Самұрық қазына әлі тұр. Самұрық қазына тұрған кезде экономика дамымайды. Мына Бәйтерек деген ұйым әлі де тұр. Сонда біздің мемлекетіміз үлкен ірі банкирге айналып кетті ғой. Сонда мемлекет, чиновниктер банкир болу керек пе? Олар қаражат беру керек пе не? Жоқ. Квази мемлекеттік сектор мына қандай? Өте үлкен. Әлбетте онда жеке сектор дамымайды. Ешқандай реформаны мен көріп жатқан жоқпын осы. Қанша қаңтардан бастап неше ай өтті? 4 ай өтті ма? Ешқандай реформаны көріп жатқан жоқпын. Президент Тоқаев мырза егер жаңа адамдарды енгізбесе үкіметке, онда ешқандай кепіл бере алмаймын не болады екен әрі қарай. Өйткені халықтың шыдамдылығы таусылып жатыр. Өміріміз өтіп жатыр, кешірім өтінемін. Жастар өсіп жатыр. Қашанға біз мына латифундистерге қараймыз? Қашанға біз ана монополистерге қараймыз? Олигархатқа қараймыз? Қашанға? Реформа керек бізге. Бізге реформа керек, саяси реформа керек, экономикалық реформа керек, жер реформасы керек. Ал оны істей алатын тек қана жаңа адамдар. Жаңа адамдар болу керек. Мына жылдар бойы Масимовпен бірге жұмыс істеген, Маминмен жұмыс істеген министрлер, олар шынайы реформа жасайды деп мен сенбеймін өз басым.
Не үшін олар немене бүгін жатты, ертең таңертең тұрды да аяқ астынан реформатор болып кете ма не? Сенбеймін мен өз басым оған. Бүгінгі менің бағам мына өте нашар. Президент Тоқаев мырза, ол түсіну керек. Бір сәттен бастап уақыт сол президент Тоқаевқа қарсы істей бастайды. Өйткені халықтың шыдамдығы таусылып жатыр. Қазір халқымыз қарап жатыр былай. Ал не істер екен, көрейік, ал жарайды, уақыт берейік. Бірақ ол уақыт ұзаққа созылмайды. Сіздің ойыңыз бойынша қандай қадамдар керек? Нақты қадамдар. Менің ойымша президент Тоқаев мырза халық сенетін үкіметті құру керек. Халық сенетін үкіметті. Мына бұрынғы шиновниктер кету керек. Өйткені олар Масимовтың шәкірттері, Маминнің шәкірттері, Назарбаевтың шәкірттері. Олар өскен шарт бүгінгі күнге сай емес. Өйткені олар кабинетте отырған адамдар, интригамен ана жоғары жаққа барған. Ашық саясаткер жоқ, бірде-бір ашық саясаткер жоқ үкіметте. Халық білетін, халық сенетін. Дұрыс па? Сондықтан ал ашық саясаткерлер үкіметке келмесе, мына министрлер, мына үкімет реформа жасайды деп мен қатты күмәндаймын. Рұқсат болса, біз құрметті көрермендер тікелей эфирдамыз. Бізге сұрақтар келіп жатыр. Мұхтарға рұқсат болса, тәуелсіз ел жазып жатыр. Нақты нәтиже жоқ. Космомониторингті іс жүзіне асырсақ, қорқытқандар қорлық көреміз деп суай танып кетті дейді. Мына жерде Танат Қожахметов жазып жатыр. Жалпы жер ешкімге сатылмау керек. Жерді жекеге алғаннан кейін ертең автономия сұрауы мүмкін. Сол себепті бұрын жерді жекеге алғандарды мемлекет есебіне қайтару тиіс. Бұл жерде былай, құрметті ағайын, достар, Қазақстанда осы қалалардан басқа, енді қалалардың ішінде жеке меншік учаскелер бар да болады да. Ол ана жер үйлерге арналған осындай ғимараттарды салу үшін қалалардың ішінде жеке меншік жерге жол бар. Ал бірақ осы қалалардың емес, яғни ұлттық парклер, яғни ауыл шаруашылыққа арналған жерлер әлбетте тек қана мемлекеттік меншігіне болуы тиіс. Біздің мемлекетімізде 272 миллион гектар жеріміз бар. 272 миллион жерлеріміз бар. Оның ішінде 80%, яғни 220 миллион гектар ол ауыл шаруашылыққа арналған жерлер. Басқа бір ұлттық парклер бар, яғни ормандар, басқа ол бір 30-40 миллион гектар. Басқа ол ана айтпақшы Ресейдің полигондарына арналған жерлер шамамен 10 миллион гектар бар. Басқа енді қалалардың жерлері. Яғни мемлекетіміздің ең негізгі жерлер ол ауыл шаруашылыққа арналған жерлер. 220 миллион гектар. Оның жартысы запаста тұр, жартысы пайдаланып жатыр. Олардың ішінде бізде 1 миллион 300 мың гектар жеке меншігінде. Ол негізі ана оңтүстік жақта, Шымкент, Түркістан жақта. Яғни 220 миллионның 1 миллион 300 мың гектар жеке меншігінде, яғни 0,6%. Өте аз. Негізі бұл жерлер ол мемлекеттік меншігінде, бірақ жалға беріліп қойған. Әлбетте мен де жеке меншікке қарсымын. Ол ана былтырғы жер комиссиясында талқылаған нәрсе, мен қарсы болдым. Басқалар қолдап отырды. Оның ішінде Алмазбек Садырбаев та, мен ойымша, ол латифундистердің адамы, ол жеке меншікті қолдап отырды. Бұлай қитұрқы сөзбен
қазақ бай болсын, әр қазаққа жер тиесілі болсын, яғни жеке меншікке жол ашу үшін үгіт насихат жүргізді. Мен оған қарсы болдым, және халықтың негізгі бөлім қарсы. Мен де қарсымын. Жер тек қана мемлекеттік меншігіне, ал фермерлерге нақты мерзімге жалға беріліп тұрсын. Және осы жалдың мерзімі 49 жыл емес, 25 жыл болу керек деп ойлаймын. Қысқарту керек. Қысқарту керек, өйткені 49 жыл тым ұзақ мерзім. Сосын осы мерзім аяқталғаннан кейін бұл жер тағы да конкурсқа шығаруымыз керек. Өйткені басқалар да сол жермен айналысқысы келеді. Ал бүгінгі таңда сол фермердің мұрагерлері, олар конкурссыз алады сол жерді. Мен оны да айтып отырмын. Және де мына бос жатқан жерлерді тек қана цифрлық мониторинг қана арқылы емес, біз бірыңғай аграрлық салық арқылы қайтара аламыз. Ол бұл жерде егер біз бірыңғай аграрлық салықты енгізетін болсақ, онда мына цифрлық мониторинг тіпті қажетсіз де болып қалады. Өйткені ол экономикалық тәсіл. Айтпақшы, мына жеке меншікті қолдап тұрған Алмасбек Садырбаев бірыңғай аграрлық салығына да қарсы. Сосын біз субарендаға жол бермеуіміз керек. Субаренда ол латифундистердің тәсілі. Алмасбек субаренданы қолдап отыр, заңдастыруымыз керек деп жатыр, мысалы. Ал былай әдемі сөзбен айтуға оңай, бірақ не айтып жатыр, біз мұқият тыңдауымыз керек қой. Субарендаға жол жоқ. Өйткені жер тек қана сол жермен шынайы айналысатын адамдардың қолында болуы тиіс. Абылай мен алам, өзім Астанада тұрмын, біреулерге беріп отырам, ештеңе еңбек істемей ақша алып отырсам, онда біріншіден ол әділетсіз. Екіншіден ол инфляцияға әсер етеді. Осындай. Бауырым, менің қазір тағы бір сұхбатым бар еді. Кешірім сұрап, мен бүгін осы подкастымызды аяқтаймын. Жарай ма? Енді соңғы бір екі сөз айтып жіберіңіз. Құрметті көрермендер, қанша мені қаралау науқан болса да, енді көріп отырсыздар, мен үнемі осы жермен белсенді айналысып кетсем, үнемі маған қарсы қаралау науқан басталады. Былтыр да көрсетті, жер комиссияда отырған кезде 16-шы жылы да сондай не шығып кетті. 16-шы жылы пияздау шықты. Сосын барып сол адам маған қарсы жазған арызды менен кешірім сұрады, бірақ та енді ондай бәрібір сөз қалды ғой. Сондықтан қазірде қаралау науқаны әлі де болады. Ол науқанның мәні мені тоқтату. Мен сонда қолымды сілтеп қойсандаршы, шаршадым деп мен кетіп қалуым керек олардың ойынша. Бірақ олай болмайды, құрметті көрермендер. Мені халық білет, таниды, менің жақсы жақтарымды білет, жаман жақтарымды білет. Олай да енді біз бәріміз пендеміз ғой. Бірақ та мен осы жолынан таймаймын, мен осы жұмысты жалғастырам және нығайтамын. Түбі халық женеді, түбі жер халыққа қайтарылады деп 100% сенімдімін. Рахмет, сау саламат болыңыздар. Сау болыңыздар.